Сәлеметсіздер ме? Мен Қажаубай Ерасыл. Қазалы ауданы Кауки ауылының номер 25 орта мектептің 9 сынып оқушысы. Тақырыбым біздің әулет және азаматтық авиация саласына қосқан үлесі. Қай кезеңде де ел дамуына үлес қосқан еңбек адамдарының орны ерекше. Әсіресе бір әулеттің бірнеше буыны белгілі бір салаға адал қызмет етіп, кәсіби дәстүр қалыптастырса, бұл ұрпақ сабақтастығының нақты көрінісі. Біздің әулет тарихында азаматтық авиация саласы айрықша орын алады. Сол жолдың негізін қалаған тұлғалардың бірі менің атам Қыдырбаев Жақсылық атам. Менің авиация мамандығын таңдауымда кездейсоқ шешім емес. Бұл бала кезінен санама сіңген отбасылық тәрбиенің, ата жолға деген құрметтің және кәсіби дәстүрдің жалғасы. Атаның еңбекке деген адалдығы, жауапкершілігі, елге қызмет етуді бәрінен биік қоюы мені әрдайым қанаттандырып отырды. Оның өмір жолы мен үшін жай ғана тарих емес, болашаққа бағыт беретін темірқазық іспеттес. Бүгінде мен азаматтық авиация саласын таңдай отырып, тек өз болашағымның қамын емес, сонымен қатар ата жолын жалғастыруды мақсат етемін. Бұл ұрпақтар сабақтастығының нақты көрінісі. Бүгін мен өткенде жалғаған алтын көпір. Менің мақсатым біздің әулет өкілінің азаматтық авиация саласына қосқан саласында еңбек жолын зерттеу арқылы осы мамандықтың қоғам мен ауылдың дамуына қосқан үлесін айқындау және отбасылық кәсіби дәстүрдің маңызын көрсету. Міндеттерім: бірінші, авиация әлеміндегі абыройлы жолын зерделеу. Екінші, Жақсылық атаның ауыл өңіріне қосқан үлесін талдау. Үшінші, ұрпақтар сабақтастығы және азаматтық авиация мамандығын насихаттау. Төртінші, ата аманаты авиация саласына болашақ мамандығында айқындау. Әңгімемнің түйіні рухани жаңғыру және болашаққа бағдар, өткенге қарап бой түзеу, болашаққа сеніммен қадам басудың алғы шарты. Әулетіміздің авиация саласына қосқан үлесін паш ету арқылы біз жас ұрпаққа еңбек адамның қадірін, өз ісіне деген шексіз берілгендіктің үлгісін көрсетеміз. Бұл жоба отан алдындағы қасиетті борышты абыроймен атқарған тұлғаларға деген тағзым және сол абыройлы жолды жалғастыруға деген нық қадам. Қыдырбаев Жақсылық ата 1925 жылы 16 мамырда Қазалы қаласының маңындағы Ленинский путь ауылында дүниеге келіп, 2004 жылы 30 мамырда 79 жасында өмірден озды. Зайыбы Бейсенова Орынкөл авиация саласында радиотехник мамандығы ретінде қызмет атқарып, отбасында 7 қыз, 3 ұл тәрбиелеп өсірген алтын құрсақты батыр ана. 20 ғасырдың екінші жартысында адамзат өркениетінің ғылым мен технологиялардың қарқын ала бастаған сәттердің бірі. Әсіресе авиация және ғарыш салалары сол кездегі бүкіл әлемдік геосаяси процестер мен технологиялық серпілістердің алдыңғы қатарында болды. Осындай ірі және ауқымды жобалардың бірі 1955 жылы іргетасы қаланған Байқоңыр ғарыш айлағы еді. Байқоңыр ғарыш айлағының ашылуына байланысты сол кездегі бүкіл аймақ әуе жолы басқармасының құрамындағы әуе навигациялық нысандар кеңейтіле бастады. Осыған сәйкес 1955 жылы Қазалы қаласының маңындағы Қарабура елді мекеніне авиациялық байланыс пен радионавигацияны қамтамасыз ететін арнайы әуе жолы нысаны ашылды. Бұл нысан тікелей Мәскеудің қарамағында болған. Осы аталмыш нысанға Қыдырбаев Жақсылық ата радист маманы ретінде қызмет атқарып, кейін басшы қызметіне ресми түрде тағайындалды. 1973 жылы әуе жолы объектісі Кауки елді мекеніне көшірілді. Қыдырбаев Жақсылық ата сол жерде жұмысшылармен және халықпен тығыз байланыста жұмыс істесті. Уақыт өте келе 1993 жылы мекеменің атауы Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан кейін Қазаэронавигация болып өзгертілді. Ал 2000 жыл мекеме ITK бекетіне көшірілді. Авиация үздіксіз қырағылық пен үлкен жауапкершілікті қажет ететін сала. Қиындығы мен жауапкершілік қатар жүрген салада Қыдырбаев Жақсылық ата 3 класстық білімі мен Арал қаласында училищеде оқыған білімі, көреген көшбасшылық қабілетінің арқасында 30 жыл мекеме басқарып, жалпы 40 жылдай авиация саласында еңбек еткен. Мына суреттерде сіздер менің атамның жұмыс істеген авиациялық Кауки ауылындағы авиациялық орны. Кауки бөлімшесінде авиациялық нысан орналасқан карталар құс жолы деп аталған. Ал мына картада менің атам жұмыс істеген авиациялық нысанның ғарыштан түсірілген бейнесі. Ұрпақтар сабақтастығы және азаматтық авиация. 1986 жылы Қыдырбаев Жақсылық ата зияткерлікке шыққаннан кейін оның кәсіби жолын ұлы Қыдырбаев Балтаберген Жақсылық жалғастырды. Ол сол жылы бүкіл одақтық әуе жолы мекемесінің басшысы қызметіне тағайындалды. Бұл отбасылық кәсіби дәстүрдің ұрпақтан ұрпаққа жалғасуының нақты көрінісі. Қыдырбаев Балтаберген де өз кезегінде мекеменің даму бағыттарын жалғастырып, заманауи талаптарға сай бейімдей білді. Қыдырбаев Жақсылық атаның екінші ұлы Қыдырбаев Оралды Жақсылықұлы әке жолын қуып, бүкіл одақтық әуе жолы мекемесінде 20 жыл қызмет жасап, қазіргі кезде денсаулығына байланысты үйінде демалыста. Ата аманаты және авиация саласындағы болашағым. Болашақта мен авиация саласында сұранысқа ие мамандықтардың біреуіне оқуға түскім келеді. Бірінші, ұшқыш әуе кемесі басқарушы. Екінші, әуе қозғалысын басқарушы диспетчер. Үшінші, авиациялық инженер. Төртінші, бортсерік. Бесінші, радиотехник және аэронавигация маманы. Алтыншы, әуе қауіпсіздік қызметкері. Қазіргі таңда жасанды интеллекттің даму бағыттары қарқын ала бастаған сәттерінің бірі. Соған байланысты болашақтағы сұранысқа ие мамандықтар. Бірінші,
ұшқышсыз ұшу аппараттарының операторы, екінші авиациялық кибер қауіпсіздік маманы, үшінші жасанды интеллект жүйелері, төртінші экологиялық авиация маманы. Менің көзқарасым, болашақта осы саланың бір білікті маманы атанып, заманауи технологияларды меңгеріп, еліміздің авиация саласының дамуына өз үлесімді қосуды армандаймын. Ата жолын жалғастыра отырып, тек дәстүрді сақтап қана қоймай, жаңа технологиялармен ұштасқан заманауи маман болғым келеді. Мен болашақта математика және физика мамандығын таңдап, осы жерде көрсетілген жоғары оқу орындарының біріне оқуға түскім келеді. Бірінші Азаматтық авиация академиясы Алматы қаласында, екінші Талғат Бигелдинов атындағы әуе қорғаныс күштерінің әскери институты Ақтөбе қаласында, үшінші өзіміздің Қызылорда қаласындағы Қорқыт Ата атындағы университет. Сөзімді қорытындылай келе айтарым, зерттеу барысында мен отбасының еңбек жолына жаңаша көзқараспен қарадым. Қыдырбаев Жақсылық атаның радист маманынан мекеме басшысына дейінгі абыройлы қызметі әулетіміздің кәсіби бағытын айқындаған тағылымды тарих екеніне көз жеткіздім. Ата жолын танып, әулеттік дәстүрді бағалап, сол абыройлы жолды жалғастыруға деген сенімді нығайтқан маңызды қадам болды. Мен өзімді осы абыройлы жолдың жалғасы ретінде сезінемін. Бұл жұмыс мен үшін жай ғана жоба емес, өз әулетімді тану, әулеттік дәстүрді бағалау және сол жолды жалғастыруға деген ішкі сенімді нығайту болды. Мен өзімді осы абыройлы жолдың жалғасы ретінде сезінемін. Осындай жұмыстар атқарылса, еңбек адамына деген құрмет артып, ұрпақтар сабақтастығы жалғасын табады деп сенемін. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.